Сәлем құрметті көрермендер, бүгін сіздермен Мастер KZ каналы. Бүгін мен сіздерге YouTube арнасынан қалай тез просмотр жинауға болады, сол туралы айтып беретін болам. Әлбетте бұл тек сіздерге просмотр жинауға көмектеседі, подписчик емес достар. Демек, ол үшін біз алдымен плеймаркетке кіреміз және поисктан Tube Rocket деп жазамыз. Tube Rocket деп шықты. Және осы жерде міндет тұр ұшақтың суреті. Осыны кіреміз және установить етіп мен бұны установить етіп алғанмын, сондықтан менде тек открыть болып, обновить болып шығып тұр. Демек, установить етіп болғаныңыздан кейін бұл программаға кіресіздер. Кіргеннен кейін сіздерде де дәл осылай ашылады. Ашылғаннан кейін міне қарап тұрсаңыздар, бұл жерде секунд берілген. Менде ракетный монета бар. Сіздерде бұл жерде 600 монета береді. Себебі өздеріңіз аккаунттарыңызды енгізіп кіргізесіздер. Gmail аккаунттарыңызды енгізіп кіретін боласыздар. Менде қазір бұл жерде ракетный монета бар. 2874 ракетный монета бар. Қазір менде 826 ракетный бонус беріп жатыр. Мына видеоны көргенім үшін секунд біткеннен кейін қазір менде ракетный монета көбейетін болады. Міне көргендеріңізде көбейді. Және бұл қараған болсаңыздар, өзі автомат түрде ауысып кете береді. Түнде қойсаңыздар, таңға дейін сіздерде ракетный монетаны көбірек жинайтын болады. Және бұл жерде сіздер өздеріңіздің видеоңызды көрермендерге ұсына аласыздар. Яғни сіз өзіңіздің видеоңызды осы жерге жайғастырасыздар. Жайғастырғаннан кейін сіздерге просмотр жинап беретін болады. Тек просмотр сағат саныңызды көбейтіп береді. Бұдан басқа подписчик жинап бермейді. Подписчик, комментарий, ондай нәрселер болмайтын болады. Тек просмотр жинап беретін болады. Ал оны қалай істейміз? Қалай оны жүктейтін боламыз? Ол үшін алдымен өзіміздің YouTube арнамызға кіреміз және өзіміздің аккаунтымызға өтеміз. Видеолардан өзіңізге қайсы видеоны болса, сол видеоны копировать етіп аласыздар ссылкасын. Демек, копировать етіп аламыз. Позиция деген кнопканы басып, копировать ссылка. Яғни копировать ссылканы копировать етіп болғаннан кейін жаңағы программаға кіреміз және осы жерден бұл жерде тек 3 видеоны ғана қабылдайды. 3 видеодан кейін өшіріп тастап қайтадан тағы жүктей берсеңіздер болады. Загрузить видео дегенді басамыз және мына жерге бірінші тұрған жерге введи ссылка деп тұр. Осы жерге жаңағы өзіміздің YouTube-тың ссылкасын қоямыз және бізде осы біздің жаңағы қоятын рекламаға салатын YouTube-ымыздың каналын шығарып беретін болады. Және осы жерде біріншісі сіздің осы рекламаңызды қанша адам көруі керек? 10 адам немесе 50-100 мың просмотрға дейін сіздерде бұл жерде ұсыныс тастайды. Егер жоқ дейтін 10 адам және 60 минут сіздің ақшаларыңызға қарағандарыңыз дұрыс. Бұл жерде ракетный монетаңыз қанша, соған қарап жұмыс жасағандарыңыз дұрыс. 60 бұл жерде секундпен есептейді. 60 секундыңыз бізде 1 минут. Менің видеом 4 минуттық. 4 минут болатын болса 240 секунд. Демек, мен 240 секундқа қоямын. Мен 243 секундқа қойдым. 243 секунд менің видеомды қарайтын болады. 10 адам 243 секундтан менің видеомды тамашалайтын болады. Бұл дегені маған 10 просмотр менің видеомның жарысына дейін уже қарап жатыр дегені. Демек, загрузить видео дегенді басамыз. Загрузить видео дегеннен кейін уже менің видеом уже міне жүктелді. Қазір менде просмотр саны қарап тұрған болсаңыздар 0 деп жазылып тұр мына жерде. Және оның заказ бергенмін 243 секундқа. Ал мына астындағысы уже мен заказ беріп қойғам. Бұлар уже орындалған. 10 адам көрген 249 секундтан міне бүгінгі күн. Бүгінгі число 2022 жылы февральдың 26-сына түскі уақыт сағат нешеге дейін бітірілген жұмыс, солардың барлығын осы жерде сағатымен жазып қоятын болады. Және мына жерде аккаунт бөлімі бар. Бұл аккаунт бөлімінде айтатында ешнәрсе жоқ. Сіздің аккаунтыңыз жазылған, ракетный монеталарыңыз жазылған және бұл жерде сізге ұсыныс тастаған ракетный монетаны сатып алуыңыз мүмкін. 6000 ракетный монета береді. Осынша 460 теңгеге тағы сол сияқты.
Сатып аламын деушілер болса сатып алады, сатып алмаймын деушілер болса осы видеоны қарап біреудің видеосын тамашалайды, және бұл да осы адамды сіздің видеоңызды тамашалау арқылы бір-бірлеріңізбен видео алмасатын боласыздар. Жалпы бұл жерден подписаться деген кнопкалар басылмайды, мүлдем ешнәрсе басылмайды, тек сіздің видеоңызды көретін болады, және сіз берілген уақыттың ішінде ғана. Сіз уақыт белгілеп қойдық, жаңа уақыт белгіледік, дәл сол сияқты уақыттың ішінде қарайды, сол уақыт таусылғаннан кейін автоматты түрде басқа видеоға өткізетін болады. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийға жазып кетіңіздер достар, мен міндетті түрде сіздерге көмектесетін боламын. Қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға лайк, подписаться басуды ұмытпаңыздар достар.